Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге Калатея гүлімнің өзін қалай сезініп жатқанымен бөліскім келіп отыр. Біраз уақыт мен үйде болмаған едім, бір аптадай. Сол уақыттың аралығында бұл гүл өзін жайсыз сезініп, жапырақтарын қараңыздар, жапырақтары осылай қурап жатыр. Видео салмаған себебім де сол себептен. Үйде біраз уақыт болмадым. Қараңыздар, жапырақтары. Бұл өте капризный гүл екен. Бұған қалай не істеу керек? Комментарийға жазсаңыздар да болады. Осы гүл кімде болса, қалай күтім жасап, және қалай емдеп жатқандарыңызды, өздеріңізді қалай сезініп жатыр, сол туралы төменге комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен ойлаймын, бұл гүлдерге мына жапырақтарды, жарақат алған, зардап шеккен жапырақтарды, бұларды қалдыруға ешқандай себеп жоқ. Сол себепті бұлардың барлығын мен қазір кесіп алып тастаймын. Жарақат алған жапырақтардың барлығын кесіп алып тастаймын. Бұлардан ешқандай бәрібір пайда жоқ. Бұл тек қана бұның тамыры, бұл жапырақтарды ұстап тұруға күш кетеді. Сол себептерді мына жарақат алған жапырақтардың барлығын алып тастаймын. Жаңадан жапырақ шығарып, өзін жақсы сезінуге күшін жұмсасын деп тамыры. Керек емес, мынандай жарақат алған жапырақтардың барлығын алып тастаймын. Бұлардың орнына жаңа жапырақтар шығарып, өзін жақсы сезінетін болады деп ойлаймын. Барлығын ала берсем өте көп. Сол себепті мінекей, мына пока осы жапырақтар қалсын, барлығын алып тастауға да болмайды деп ойлаймын. Енді тамырына күш болмайды деп ойлаймын. Қарасаңыздар, енді бұған мен мына удобрение скорая помощь для комнатных растений деп жазылған. Бұл органический удобрение және лечебный несі бар деген маған қасиеті. Осыны 1 литр суға 1 колпачогын құйып, осымен су құймақшымын. 2-3 күн өткен соң фитоспоримен де су құюға болады. Сонымен су құямын. Бұл гүл ылғалдылықты жақсы көреді делінген. Қазір бұған мен суда бүркемін. Қалған удобрениенің суын бұл гүл осыдан кейін өзін жақсы сезінетін болады деп ойлаймын. Мінекей осылай барлық жапырақтарын алып тастадым. Мына көрсеңіздер. Мына қаншама зақым келген
жапырақтарын барлығын алып тастадым, тамырына күш болмасын деп. Қарасаңыздар, мына жерде қанша жапырақ алынған. Еш нәрсе етпейді деп ойлаймын. Сонда да өзінің әдемілігін жоғалтқан жоқ. Бұның бастапқы кезде қандай болғанын мен сіздерге қазір осы жерде суретін шығаратын боламын. Көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Төменге сіздер осы гүлді қалай күтім жасап, қалай емдеп, қалай өсіріп жатырсыздар, сол туралы комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.